Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз призма және оның элементтері, түрлері, жазбасы, бер және толық бетінің аудандары. Жалпы кеңістіктегі маңызды фигуралардың бірі ол призма. Жалпы призма дегеніміз не? Призма дегеніміз екі параллель және тең көпбұрыштан, табандардан және олардың қосатын бер жақтардан тұратын денені айтады екен. Яғни екі параллель дейді. Мына жақ, көріп тұрмыз, осы жақ бір-біріне параллель, немесе мына жақ пен мына жақты айтып тұр. Бұлар бір-біріне параллель, немесе оларды қосатын бер жақтардан тұратын дене дейді. Мына бүйір беті, мына жақта бүйір беті, мына жақ бүйір беттері. Осының төбелері дейді. Мына төбе, мінекей мына жерде төбе, мына жерде төбе. Ал қырлары дегеніміз мына сызықтар, яғни осы жерлер біздің қырлары болады. Немесе мына жақтар табандары, асты жақтар табандары болады. Енді осының элементтері. Табандары жоғарғы және төменгі. Жаңа айтқандай, мына жақтар табандары, бүйір жақтары және қырлары, төбелері, биіктіктері. Яғни мынау беткейді биіктік деп айтады. Мына жақты бұны аш деп белгіленеді. Призманың негізгі түрлері бар. Ол үшбұрышты призма, шаршы призма, бесбұрышты призма, тікбұрышты призма, алтыбұрышты призма, трапеция тәрізді призма. Үшбұрышты призма дегеніміз, мінекей мына жеріміз көрсетіп біздің үшбұрышқа ұқсап тұр, иә? Сондықтан мұны үшбұрышты призма деп атайды. Шаршы призма, мінекей шаршы белгіленген. Бесбұрышты призма. Бұның бес бұрышы болады. Бір бұрышы, екі, үш, төрт және бесінші бұрышы. Тікбұрышты призма, мінекей тікбұрышты призма. Және алты бұрышты призма. 1, 2, 3, 4, 5, 6 призма. Және трапеция тәріздес призма. Мына беткейіміз біздің трапеция болады. Жалпы, енді осы призманың, яғни түрлері бар. Тік призма, бүйір қырлары табанға перпендикуляр болады. Көлбеу призма, бүйір қырлары көлбеуде болады. Және табанына қарай жаңа айтқанда үш бұрышты, тік бұрышты, алты бұрышты болып бөлінеді. Бізден суретке қарасақ, дұрыс деп тұр, яғни бұл тік призма. Ал мынау көлбеу призма, қиғаш жағы. Мынау биіктігі аш, мынада да аш. Негізгі беттері, мынау бүйір беттері, мына беті барлық бүйір беттері. Және мына табандары, негіздері. Жалпы призманың екі түрі бар. Тік призма және көлбеу призма. Ал табандарына қарай 3 бұрыш, 4 бұрыш, 6 бұрыш, 7 бұрыш, 8 бұрыш деп кете береді. Енді призманың жазбасы. Жазба, яғни призманың жазықтар жайып көрсету дейді. Табаны 2 дана, бүйір жақтары 4 бұрыш дейді. Негізгі деп тұр, иә? Мына жеріміз біздің негізгі қылып алайық. Енді осыны барып, біз биіктігі, ұзындығы, осыларды енді ашамыз. Ашқан кезде бізде жағы, мына жақтары, ал жоғарғы жағы деп тұрған жер, мына жер жоғарғы жағы. Ал төменгі жағы, мынау төменгі жағы болады. Мынау алдыңғы жағы дейді. Мынау арты дейді. Мынау арты, мынау алдыңғы жағы. Демек белгілеп шығайық. Мынау алды, мынау арт жағы болады. Ал мынау негізгісі жоғарғы жағы болады. Мына табан жағы болады. Ал мына беті бізде жағы, мына жағда жағы болады. Демек призманың жазбасында біз ашқан кезімізде осындай сызба пайда болады екен. Енді призманың жазбасындағы пішіндері, жақтары, қырлары, төбелері бар. Бізде үшбұрышты призма дейді. Үшбұрышты призма, жаңа айтқанда үшбұрышқа ұқсап тұр. Бізде мінекей үш бұрышы бар призма. Жақтары бесеу дейді. Мінекей санап көрейікші, жақтары бізде бір жақ, екі жақ, арт жағы 3, 4, табаны бар, 5 жақ болады екен. Ал қырлары, мінекей қырлары 1, 2, 3, дәл солай артында да 3. Сөйтіп, бұлардың қосындысы қырларында 9 шығады. Төбелері 6 дейді. Мына төбе 1, 2, 3, дәл солай мына жақта да 1, 2, мына жақтан бұлайына түседі. Бізде мынандай беті бар. Бұл беті де бар, сонда 6 төбесі бар. Тікбұрышты призма дейді. Тікбұрышты призма жақтары бізде 6 дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жаңа жайып көрсеттік қой. 6 жағы бар, қырларында 12 қыры бар, төбесі 8. Бесбұрышты призма жақтары бізде 7 болады екен, ал қырлары 15 болады. Яғни мына жақтар қырлары 15 болады екен. Төбелері бізде 10 болады. Өзі айтып тұр ғой, бесбұрышты призма. Демек, бұл жері 10 болады. Ал енді
L тәріздес призма 6 бұрышты призма екен. Жақтары бізде 8 болады екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді қырлары 18 болады екен. Ал төбелері 12 шығады екен. 1, 2, 3, 4. Яғни төбелерін, қырларын, жақтарын шыдастырмасақ, біз кез келген призманы және де басқа да фигураларды санай аламыз. Аудандарының формулалары: бүйір бетінің ауданы S бүйір тен пи, яғни периметр деген сөз. П дегеніміз бізде периметр. H дегеніміз биіктік. S бүйір беті 2 көбейтілген S табаны. S деген сөзін білеміз. Аудан. Толық бетінің ауданы S толық тең S бүйір беті қосылған 2 көбейтілген S табаны. Ендеше осыға бір есептер шығарсақ, бірінші есеп: табанның қабырғасы 4 см квадрат, биіктігі 6 см, табу керек толық бетінің ауданы дейді. Бірінші біз табанның ауданын тауып аламыз. Яғни S А квадрат. Демек, бұл А квадраттың орнында бізде 4 квадраттаймыз, 16 шығады. Периметрі де тура осындай болады. Екінші периметрі 16 болады. Үшінші бүйір бетінің ауданын табамыз. S бүйір беті, яғни периметр көбейтілген H. S бүйір беті тең 16 көбейтілген 6. Бұл бізде шығады екен 96 болады. Енді төртінші толық бетінің ауданын табамыз. S толық беті. Жаңа формула жаздық қой. S бүйір беті қосылған 2 көбейтілген S табаны. Табаны бізде мына жердегі периметр қойылады. S толық бетін табайық. S бүйір бетін біздің 96 шықты. Қосамыз 2 көбейтілген 16. Демек, 96 қосылған 32. Бұдан бізден шығады 128 шығады екен. Демек, жауабы S толық бетінің ауданы 128 сантиметр квадрат болады екен. Енді екінші есеп. Екінші есепте егер кубтың барлық қырлары 3 есе артса дейді, онда бетінің ауданы неше есе артады дейді. Мына жері А, мына жері А, мына жері А, яғни кез келген жерінде беттерінде А болады екен. Біз жаңа формула жаздық. S бүйір бетінде P, яғни периметр табаны көбейтілген H. Демек, яғни А көбейтілген 4А болады. Осы кезде бізде 4А квадрат шығады екен. Яғни S бүйір беті 4А квадрат болады. S табанын табамыз. Тең болады. Жаңа жазған формуламызға келтіріп, А квадрат болады. Осыдан бізден шығатыны S табан бүйір беті, S бүйір беті қосылған 2 көбейтілген S табаны. Енді осы орнына қойып шығамыз. S табаны тең S бүйір беті 4А квадрат қосылған 2 көбейтілген S табанымызден А квадрат тең болады. Бізде 6А квадрат шығады. Енді бетінің ауданын неше есе артқанын табуымыз қажет. S тең 6 көбейтілген 3А осының квадраты. Демек, 6 көбейтілген 9А квадрат. Осыдан бізде мына екеуінің орын ауысып, 9 көбейтілген 6А квадрат болатын екен. Мына екеуі бірдей болды. Демек, біздің егер кубтың барлық қырларын 3 есе арттырсақ, онда бетінің ауданы бізде 9 есе артады екен. Жауабы 9 есе артады. Енді үшінші есеп. Үшінші есепте тікбұрышты параллелепипедтің бір төбесіне шығатын 2 қыры 2 сантиметрге, параллелепипедтің бетінің ауданы 40 сантиметрге тең болуы үшін осы төбесіне шығатын үшінші қыры қандай болуы қажет дейді. Бізде мына жер H, мына жер 2, мына жер 2, мына жер 2, мына жер 2 болады. Себебі тікбұрышты параллелепипедтің бір төбесіне шығатын 2 қыры 2 сантиметрге тең деп тұр. Демек, S бүйір беті H көбейтілген 8.
бізде S табаны 8-ге тең болады екен. Енді осы параллелепипедтің бетінің ауданы 40 сантиметрге тең болуы үшін деп тұр. Яғни S тең 8H қосылған 8 болады. Осы кезде барып біз мына жеріміз 40 сантиметр квадратқа тең болады. 8H тең 40 минус 8. 8H тең 32. Демек, H 32 бөлінген 8-ге. H тең 4-ге. Осы төбесіне шығатын үшінші қыры бізде 4-ге тең болуы қажет екен. Жауабы тең болады екен H 4 сантиметрге. Біз осылайша бүгін призманың құрылысын, түрлерін, жазбасын, бет аудандарын табуды үйрендік. Осы формулаларды жаттап аламыз. Алдағы уақытта осыған сәйкес есептер шығарамыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.